Билет тапсырған кезде біз қарайған штраф төлейміз. Күлетін ештеңе емес ол. Сіз күлмеңіз. Сіз бізді менсінбей өтсіз. Осы жерде отырып алып. Біз сізге абареген емеспіз Африкадағы. Эйр Астана басшысы Питер Фостердің дәл осы мысқылдай күлуі еділ жаңбыршинді заландырды. Малға теңеп отқандай сыңай танытқан Питер Фостер билет құнына қатысты. Ұшақтардағы қазақ тілінің қолданылуы және өтемақы берілу мәселесіне айтылған депутаттардың сынын елемегендей отырды. Фостер мырза, сіз деген мына шаңыраққа қараңыз. Сіз осы мемлекеттің заңына бағынуыңыз керек. Осыдан кейін мәжілісмен Эйр Астана әуе компаниясынан 4 айдан бері өтемақысын ала алмай жүргенін айтты. Себебі аталған компания түрлі қитұрғы схема жасап қойған деп мәлімдеді мәжілісмен. 2 тамызда Эйр Астана кешікті 12 сағатқа мекен. Әлі дейін штрафын ала алмай жүрмін. Неге? Олардың қитұрқы жасап қойған схема. Анаған кіріп, заявка беріп, оның жауабын алып, оған барып, оны ақша алу деген, мен әдейі жүрім соның соңында. Бәрі алам мен оны. Алдында біреуін алдым. Енді қызықты қараңыз, сол енді алатын болсаңыз, перепискаңыз, алған ақшаңыз сіз ешкімге жарияламауыңыз керек деп олар условие қояды. Министр мырза, мына біріншіден тек қана Эйр Астана емес, бүкіл бізде көлікте жаңағы қайтаратын ақша компенсацияны бар ғой, заңмен қарастырылған. Соны упрощать етіңіздер. Адам оңай өзінің өтінішін беру керек, ақша тезірек түсу керек оның счетына қайтып келіп. Бұлар өте қиын қылып қойған. Оның сайтын көрінген адам кіріп, оның ішінен жаңағы тауып алып, өтінішті жазып, оны кері ақшасын қайтарып алу, компенсацияны 3%-ды әр сағат сайын. Ол өте қиын мәселе. Әдейі істеп қойған бұлар. Кері байланыс қайда? Министрлік осыны жаңа қолға алыңыздар. Ол скатта да солай. Ол басқа жаңағы әуе темір жолды білмеймін мен. Әуе жолында сондай өте қиын жағдай. Ережелерін бәрі оңай қылыңыздар. Адамдардың байланысын оңай қылыңыздар. Ақшаны тезірек түсетін қылу керек компенсацияның бәрі. Тіпті автоматын түсетін қылыңдар. 19 жыл бойы Эйр Астананы басқарып келе жатқан Питер Фостер депутаттардың алдына алғаш рет келуі. Бірінші рет төбе көрсетіп, мәжілісмендердің сұрағына тәкаппарлана жауап берген Фостер айына 33 миллион теңгеге жуық жалақы алатынын айта кету керек.